Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Мен шұғыл эфирге шығып отырмын. Оған себеп 3 айдан бері қамауда отырған Думан Мұхаммедкәрімнің денсаулығы. Оның орнынан тұра алмай қалғандығы себеп болды. Күні кеше сонау 300 шақырым жердегі Талдықорғанға Думан Мұхаммедкәрімнің әкесі Алмас Тілепов арнайы барған. Яғни жалғыз ұлымен жүздесу үшін. Бірақ өкінішке орай ол өзінің ұлын көре алмады. Себебі Думан әкесімен кездесуге шығатын мұршасы болмаған. Денсаулығына байланысты, аштық жаралып жатқанына байланысты, ол орнынан тұра алмайтын халде. Өздеріңіз білесіздер, Думан Мұхаммедкәрім 1 қыркүйектен бастап аштықта жатыр. Яғни қазір міне бүгін 8-ші күн, ол аштық жариялап жатқанына 8-ші күн. Думанның талабы біреу, ол өзін тұрғылықты мекен жайына жақын орналасқан Алматыдағы Си-18 деп елдің арасында аталып кеткен Ла-155-18 тергеу изоляторына ауыстыру. Яғни Думан буынсыз жерге пышақ ұрып жатқан жоқ. Ол өзін түрмеден мүлдем босатып жіберіңдер деп талап етіп жатқан жоқ. Менің үстімнен қозғалған қылмыстық істердің барлықтарын тоқтатыңдар, баптарды алып тастаңдар деп ол ақылсыздыққа барып отырған жоқ. Ол бар болғаны өзінің әке шешесі, туған туыстары, тамақты, жаңағы Думанға керек заттарды беріп тұруға оңай болатын. Әкесі мен шешесімен уақыты келген кезде жүздесіп тұруға оңай болсын деп, адвокаты уақытылы кіріп тұрсын деп, өзінің тұрғылықты мекен жайына жақын орналасқан мекемеге ауыстыруды талап етіп отыр. Ал билік, құзырлы орындар осы уақытқа дейін 2 рет уәде беріп, 2 рет алдап соқты. Бірақ біз бұған көз жұмып қарамауымыз керек. Бізде Назарбаевтың жүйесі жұмыс істеп тұр. Бізде бөтен ойлыларды, яғни биліктің ойымен келіспейтіндерді, шындық айтқандарды қудалап қамау орын алып жатыр. Дәл бұрынғы Назарбаев билігі кезіндегідей, Тоқаев билігіндегідей қазір солай болып жатыр. Өйткені бізде Назарбаевтың сол бұрынғы жүйесі толыққанды жұмыс істеп тұр. Бірақ билік өзінің оймен, пікірімен келіспейтіндерді, өздерінің ұстанған саясатымен келіспейтіндерді қудалауын тоқтатпайтын түсінікті. Бірақ бұл жерде ең болмаса айтатынымыз, Думанды қамады. Бірақ оның жағдайын жасап, оның денсаулығына қарап, оны қайта дәрігерден тексеруден өткізуге мүмкіндік беріп, тәуелсіз комиссия, тәуелсіз медициналық комиссияның қарауына беріп, оның емделуін, уақытылы денсаулығының сақталуын, оның омыртқасындағы, басқа денсаулығына, бүйрегіндегі, жалпы осы кілтипандарды, мәселелерді билік оған дұрыс көзбен қарап, оны күдікті ретінде қылмыстық баппен қамаса да, оның ем алуына, оның өзінің құқығын талап етуіне, өзінің тұрғылықты мекен жайына жақын орналасқан мекемеде отыруына жағдай жасауға әбден болады. Оны ешкім Думанды қазір алып шығайын деп жатқан ешкім жоқ. Биліктің қолында күш бар екендігін, ол құзырлы органдардың жасап отқан әрекеттері екендігін ол бәріміз көріп біліп отырмыз. Бірақ Думанды емдетіп, оның денсаулығын жағдайын жасап, оның аштық жариялауын тоқтатуға биліктің мүмкіндігі бар. Бірақ қасарысып, қасақана осындай әрекет жасау, бұл биліктегі, нақты айтқанда, Тоқаевтың өзіне абырой әпермейді. Сондықтан елде саяси тұтқындардың көп болуы, бүкіл еліміздегі түрмелердің саяси тұтқындарға толтырылуы, бұл Қазақстанның басқа мемлекет алдындағы, өркениетті мемлекеттердің алдындағы абыройды түсіретіні анық. Сондықтан Назарбаев сияқты әдемі сөздерді айтатын Тоқаев нақты іске көшу керек. Елім, жерім деп шындық айтқан азаматтардың түрмеде отыруына жол бермеу керек. Қаншама адамдар биліктегі, Назарбаев билігі кезіндегілер қазір қамалды, мұртын балта шапқан жоқ. Түрмеге қамалғандардың өздері салғырттасып өмір сүріп жатыр. Күдібаев сияқтылар, Қайрат Сатыбалды сияқтылар, Кәрім Мәсімов сияқтылар. Ал бірақ қарапайым елдің сөзін сөйлеген Думанды осылайша қорлап, осылайша оны денсаулығына осындай зардап әкеліп, оның әке-шешесін қинап, туған туыстарын қинап, бұндай, яғни
күштің тең болмағандығын осылайша пайдалану бұл опасыздық. Бұл әділ күреспейтіндігі, яғни биліктің әділ сайлау өткізе алмайтындығы бір бөлек. Кешегі сайлау кезінде Думан депутатқа кандидат болып тіркелді. Әділ сайлау өтпегеніне байланысты ол алаңға шықты. Әділ сайлау өтпегені бір бөлек. Енді күшті құрылымдар арқылы түрмеде ұстап, сонау Талдықорғанда ұстау бұл нағыз әділетсіздік. Бұл күрестің, яғни өздерінің күшін асыра пайдалану, әділ түрде шайқасуға, күресуге, яғни әділ бәсекелестікке биліктің дайын емес екендігін көрсетеді. Бұл ешкімге абырой әпермейді. Сондықтан бүгін осы Думанның басындағы жағдайды айту үшін шұғыл түрде эфирге шықтым. Пікір жазыңыздар, таратыңыздар. Шындық көпке жету керек. Қазақстан, Солтүстік Корея сияқты, Түркменстан сияқты жабық мемлекеттерге айналмау үшін барлығымыз күресуіміз керек. Бұл билік те кетеді. Назарбаев та кеткен, Тоқаев та кетеді. Бірақ баршамыз елде әділетті қоғам орнауы үшін үлес қосуымыз керек. Сіздердің Қазақстанның түкпір-түкпірінде тұрған сіздердің әрқайсыларыңыздың үлестеріңіз ол осы эфирді тарату, пікір жазу, арнаға жазылу, яғни шындықтың көпке жетуіне үлес қосу. Назарларыңызда болған Абзал Достияр, келесіде жүздескенше.